Көрсетуіміз давам етеді. Біз қазір дүния жүзінде глобал машқала болған, яғни артықша салмақ хақында сөйлесу үшін студиямызға мейман еткенбіз. Демек, таныстырып өтсем, академик Ярқын Торақұлов атындағы республика қанегелестірілген эндокринология іліми әмели медицина орайы Қарақалпақстан филиалы шпакері Рано Бердімұратова. Ассаламалейкум, студиямызға қош келдіңіз. Ассаламалейкум, күніңіз кеулі өтсін. Рано апа, қош келіпсіз. Жоғарыда айтып өткеніміздей, демек сізбенен сәубетіміз бүгін артықша салмақ хақында болады. Артықша салмақты келтіріп шығарушы тикарға факторлар, бұл нелерді айтқан болар едіңіз? Қазіргі күнде артықша салмақлық көп рауажланып кетпекте халқымызда. Яғни бұнда бірінші нәубетте кем харекетлік, кейіннен екінші стресс жағдайларына түсіп қалу, яғни бұнда әрбір адам стресске түскен уақытында бүйрек үсті безінен ісленіп шығаратын кортизол гормонының көбейіп кетуі нәтижесінде көп ауқатлық жеу болып, соң есабынан артықша салмақлық келіп шығады. Кейінгі уақытта әрқилы ауқатлық рационымызға тикарланған, яғни фастфудларды көп жеу, надұрыс ауқатлану есабынан келіп шықпақта. Демек, тез тайым болатын тағамдарды көп. Ярымтай өнімдер деп айтамыз. Бұл да артықша салмақты келтіреді. Енді көбінше сол артықша салмақ өзінде сезген инсандар ең бірінші көрінісінің өзгергеніне қарап наразы болып, азуға харекет етеді. Негізінде ол бірінші кезекте көрініс емес, көп кеселдіктерді де келтіріп шығады. Келің солар хақында сөйлессек. Әлбетте, бұл артықша салмақлық кеселігі, яғни қан басымның жоғарылап кетуіне алып келеді, жүрек қан тамыр системасының кеселдіктеріне алып келеді, қантылы диабет кеселігіне алып келеді. Яғни бұнда қантылы диабет кеселігі, яғни қанда қант мұқдарының өсіп кетуі күзетіледі. Рана апа, көбірек хаял қызларымыз артықша салмақ өзінде сезінсе, біз өз бетінше сол салмақты жоғалтуға харекет етеміз. Сол социалдық тармақтарда әрқилы қазір беріліп жатырды, қанегелер тарихымен ұсынысылар береді, дәрі-дәрмақларды ұсыныс етеді. Олма артықша салмақ болғанда бірінші кімге müracaat ету керек? Қандай шпакерге müracaat ету керек, емаса қандай қанегеге бару керек? Артықша салмақлық, семізлік өзінде күзетілсе, яғни эндокринолог шпакеріне көріну керек. Ең бірінші кезекте, яғни ол эндокринолог шпакеріне көріну мақсатында сол өзіндегі болып отырған гормонал өзгерістерді біледі, өзіне керекті емлерді сол эндокринолог шпакерінен алса, бұл тикарға мақсатке муафиқ болады. Дұрыс айттыңыз, себебі айырым инсанлар сол өзінің денсаулығының жағдайын білмей тұрып, спорт залларға барып, өзіне артықша харекет қылып, жүрегіне ямаса басқа органларына зиян жеткізіп алуы мүмкін. Дұрыс емес пе? Дұрыс, әлбетте, бұл фитнес-клубларға барып, өз басымшалық етіп, әрқилы өзіндегі білмеген кеселіктеріне жүда жоғары хауж алып кетуіне алып келуі мүмкін. Әрқилы биологик актив қосымшаларды ішіп, өзлеріне кері зиян тәсір етіп, өзіне зиянлы харекетлерді, зиянлы кеселіктерді келтіріп шығаруы мүмкін. Яғни бұнда бауырда ең бірінші биологик актив қосымшаларды ішу нәтижесінде өзінің бауырына зиян келтіреді. Яғни бұнда ең бірінші кезекте соларды қолданбастан алдын шпакер көрігіне барып, маслихатлесіп, соларды ішкен мақсатке муафиқ болады. Рахмет. Енді ол болған ата-бабаларымыз, апаларымыз да ондай ешқандай машқала болмағанда, себебі олар атызда әрдайым әрекет істеп, әрдайым минет істеген келісаптың өзі инсанның қанша бұлшық етін тербеліске келтіреді екен. Қазір замандастарымыздың бірі өзінің сол қитақ жерін сондай етіп, һәм өзінің денсаулығына, һәм материалдық жақтан үлкен пайда тигізіп жатқан. Келің сол сюжетті тамашалап, кейін сөйлесімізді давам етсек. Дұрыс айтасыз, демек көпке өрнек болып кетірген нұранилеріміздің бірі хақында тайланған сюжетімізді біргелікте тамашалаймыз. Мархамат.
Қадірлі достар, көрсетуімізді давам етіреміз. Студиямыз мейманымен біз сәубетімізді баслаған едік. Бізді қазір ғана тамашалауды баслаған замандастарымыз үшін және бір мәртебе мейманымызды таныстырып өтсек. Демек, Йорқын Турақұлов атындағы республика қанегелестірілген эндокринологиялық іліми әмели медицина орайы Қарақалпақстан филиалы шпакері Рано Бердімұратова болады. Рано апа, міне біз семізлік хақында, яғни артықша салмақ хақында сәубетлес жатырмыз. Артықша салмақтың дәрежелері хақында да түсінік берсеңіз. Қайсы дәрежедегі артықша салмақты инсан өзі жоғалтса болады, қайсыларыны демек қанегелерге мұқтаж болады? Бұнда артықша салмақлықты, яғни бірінші, екінші, үшінші дәрежелер болады. Бұнда артықша салмақтың дәрежелерін анықтау үшін бірінші дәрежесінде бойының салмағының индекс, дене салмағының индексі есептелінеді. Яғни бұнда дене салмағының индексі 29-дан 34-те 9-ға шекен бірінші дәреже есептелінеді. Екінші дәрежесі 35-тен 40-ға шекемгі екінші дәреже есептелінеді. Енді 39-да 9-ға шекем, ал 40 артықша салмағының үшінші дәрежесі масса денесінің индексі 40-тан жоғары болса, мұнда үшінші дәреже қойылады. Бұл дәрежені біз қанегелерге бармасам білсек бола ма? Білсек те болады, яғни өзіміздің денеміз салмағы һәм бойымыздың ұзынлығын есептеген халда білуге болады. Және жынысқа қарап ажыралуы мүмкін, аял қыздардың бәр парқы болады. Әлбетте парқы болады, яғни бұнда артықша салмақтың дене салмағының қай жерлеріне жиналуы есептелінеді. Яғни әйелдерде бұнда алмұртсыман семізлік болса, ал еркектерде алмасыман семізлік болып есептелінеді. Енді бұнда бірінші дәрежесінде, екінші дәрежесінде өздеріміз диета сақлаған халда ешқандай дәрілік препаратларды ішпей тұрып азумысқа болады. Яғни дұрыс ауқатлану күнделікті режимімізге кіргізсек, яғни азан уақытларда ауқатларымызды сәл сүтлі өнімлерден көбірек пайдалансақ, һәм түслік ауқатымызды, қамырлы ауқатларды түске қойсақ, кешкі ауқатларымызды салатлардан көбірек пайдалансақ, мейвелерден пайдалансақ, бұнда азу өз-өзінен әлбетте әмелге асырылады. Яғни бұнда азу үшін әрбір адам өзінің алдына мақсат қойса, яғни көбірек қамырлы ауқатларды өзін бас тартса, кейіннен шірелі затлардан, мазалы затлардан өзлерін тиіп білсе, һәм газы спиртлі ішімліктерден өзін тиіп білсе, газы ішімліктерден, онда әлбетте азуға болады. Енді көпшілік инсанлар, кешірерсіз, бірден салмақ тастауға әрекет етеді да. Сол үшін еш нәрсе бірден жемей қалады. Ямаса тек мейве, я алма менен, я су менен жүреді. Бұлардың денсаулыққа қандай кері тәсірлері бар? Енді асығады да азуға. Бұнда яғни тез азаман деп әрқилы ауқатлардан өзінің режесіне алып тастап, ішпестен тек су менен азады, ямаса тек мейвелі затлар менен азу бұнда асқазан кеселіктеріне де алып келеді. Яғни сол асқазанда өзлерімізге ауқатларды сіңіру ферментлері болады. Яғни тек ішпестен, жеместен су менен азуда бұл надұрыс болып есептелінеді. Яғни асқазанда істелеп тұрған ауқатты сіңіру ферментлеріміз бұзылуына алып келеді. Асқазан кеселіктеріне де алып келеді. Бір нәрсені тән алуымыз керек. Сіз айттыңыз, міне сәубетіміз давамында түсте көбірек қамырлық ауқатлар, кеште салатқа толы ауқатлар болса, мақсатқа муафиқ болады деп. Лекін бізде керісінше көбірек кеште жақсы ауқатлануға әрекет етеміз, қамырлы ауқатларды жеуге әрекет етеміз. Себебі көбірек аял қызларымыз азаннан кешке шейін жұмыспенен бәнд болып қалады. Бере жақ сұрауым, ұлыма бұл ауқатлану рационымызды дұрыс жолға қоюда көбірек бірінші қадемі неден ібарат болу керек? Ең бірінші өзіне алдына мақсат қойса, азу, яғни эндокринолог, ямаса терапевт шпакеріне барып, өзінің күнделіклі ауқатлық рационын дүзіп алса, бұл мақсатқа муафиқ болар еді. Яғни эндокринолог шпакеріне барып көрінсе, семізліктен құтылу үшін, яғни бұнда эндокринолог ауқатлық затларды
режесіне кіргізіп беріледі, өзінің со жеген, күнделікті жеген ауқатларын калориясын ісілеп беру болады. Бұнда яғни со азу жақсы, денсаулығына зиян келтірмеген халда азып барады. Енді хәзіл сыпатында бір айтылған гәп бар, аял адамды сөккеннен ұрғаннан бетер ауыр гәп, бұл семіріп кетіпсен ғой дегенде. Ол қандай дәрежеде дұрыс? Расында да айрым қызларға ол психологиялық жақтан, әсіресе сол туған аялларда сол үлкен көп күзетіледі. Енді мен алдыңғы қалпыме қайта алмаймын ба деген. Сол психологиялық жақтан тәсірі қандай болады бұның? Әлбетте, туған уақытында, туғаннан кейін, хамледар уақытында әйел адам көбірек семіріп кетеді. Яғни, бұнда хамледар уақытында организмде болып отырған гормонал өзгерістер нәтижесінде, көбірек ауқатлану нәтижесінде, емізілу уақытында да гормонал өзгерістер болады. Яғни, ауқатлану тез-тезден және көбірек болу нәтижесінде семіріп кетеді. Яғни бұнда ол енді азалмайман, ямаса енді семіріп кеттім деп өзінің психологиясына тәсір етіп, әрқилы оннан да бетер кеселіктерге алып келуі мүмкін. Рана апа, бұл артықша салмақ, семізлік, нәсіллік бола ма? Бұл артықша салмақлық, яғни нәсіллік. Артырылған кеселік бола ма? Нәсіллікте болуы мүмкін, өмір давамында арттырылып барылады, яғни кем харекетлік нәтижесінде қазіргі уақытта электроника деп неғып кетті, телефоннан, көбірек компьютердан пайдалану отырып, ауқат жеп, телевизор көріп, кем харекетлік нәтижесінде пешком жаяу пияда жүрмеу нәтижесінде көбірек тезірек бару мақсатында баратығын жерлеріне машиналардан пайдалану артықша салмаққа алып келеді. Қазіргі уақытта қуанарлысы көпшілік аял қызларымыз, жас үлкендеріміз көбірек бұл шынығулар хақында ойланып, харекет етіп барады. Біз қазір ерте таңнан үлкен гүзар жол бойында сол нурани ағаларымыздың, апаларымыздың азанғы уақытта пияда жүріп, дене шынығуларын істеп атырғанын көріп барамыз. Ойландыралы тарепі бұл көбірек нуранилеріміз. Себебі денсаулықтың қадірін көбірек жасы өткен сайын адам біледі деген пікірге барып қалады да. Олма бұл шынығуларды нормада әр біріміз, мейлі ол жас категориямыз қайсы болуына қарамастан, нормада қанша уақыт істеп баруымыз керек? Бұнда шынығулар әр бір үлкен ауқаттан кейін 15-20 минут, 30 минутқа шекем істесек мақсатке муафиқ болады. Жеген ауқатларымызды сіңіру мақсатында. Жеген ауқатларымыз семіріп кетпеу үшін шынығуларды істесек энергия болып сарпыланып кетеді. Бір-екі қызықлы мағлұматлар айтып өтейін. Жуыруға қарағанда жүрудің пайдасы көбірек екен. Себебі жуыруда айырым органларымызға зиян тигізіп қалуымыз мүмкін екен, нормасын сақламасақ. Кейін және бір қызықлы мағлұмат Германияда лауазымлы шақсыларда әттекі сол ертелеу шығып, өзінің транспорты болса да жұмысына жаяу баруға әрекет еткен, уақытынан бұрын шығып, ол өзлерінің денсаулығына қатты қарайды екен. Жаяу жүрудің пайдасын жүда жақсы біледі екен. Және бір қызықлы мағлұмат ретінде айтып өтсек болады, Японияда көбірек тазаланған фильтрленген су ішіп барады екен. Бұл әдет бізге де кіріп бармақта. Біз социалық тармақтарда күзеткенімізде әр 2 сағаттан 200 граммнан су ішіп барсаңыз, артықша салмақ сізде болмайды деген пікірлерді көреміз. Негізінде суды ішкенімізде қандай тәртіпте ішуіміз керек? Суды ішкенімізде азанда тұрғаннан басыланып, аз-аздан, бірден көп ішпей, аз-аздан бөліп-бөліп ішкен мақұл болады. Түске шекем су ішкен, ол организмде сіңіп кетеді. Кешкі уақытта көбірек су ішсек, ұйқыдан тұрғаннан кейін азанда әрқилы қабақларымыздың ісуі, бетлеріміздің ісуіне алып келуі мүмкін. Ол денсаулыққа кешкі көп су ішкен денсаулығымызға көбірек зиян тигізіп. Нормасы қандай болу керек судың? Нормасы 2 литр күніге күн давамында ішсе болады, бөліп-бөліп. Оған келің, осы жерде де бір жақсы жаңалық бар, соны тамашалап, кейін сөйбетімізді давам етсек. Нокс FM һәм Жастар ТВ радио канал директоры Минайым Палвановаға достық ордені берілді. Біз де оның қуанышына шерік болдық. Демек, ол хақында таярланған сюжетімізді біргелікте тамашалаймыз.
Көрсетуіміз давам етеді. Еслетіп өтеміз. Біздің мейманымыз Рано Бердімұратова шпакер. Келін енді сол қазіргі уақытта балаларда да күзетіліп жатырды. Ол болған дұрыс па? Семіздік, артықша салмақтылық, ол не себеп болып жатырды оған? Балаларымызда пайда бұл артықша салмақтың тек арғы себебі неде көрінеді? Бұнда яғни балаларымызда кейінгі уақытта әлбетте көбейіп бармақта, яғни бұлар кем харекетлік, һәм тез сайын болатығын ауқатларымызды жеу, телефонларда көп отыру, компьютерларда әрқилы ойынларды ойнау, телевизордың алдынан шықпай, сол телевизорларды көру мақсатында кем харекетлену нәтижесінде сол артықша салмақлардың көбейіп кетуі күзетіліп жатырды. Артықша салмақтың балаларда қандай тәсірі бар, кері тәсірлері? Енді бұнда артықша салмақтың кері тәсірлері, яғни зат алмасу процесінің бұзылуы, балаларымызда гормонал бұзылыстардың алып келуі мүмкін, әрқилы кеселіктерімізге алып келуі мүмкін, яғни семіздік. Көпшілік жақсы гәп бар ғой, енді кеселік емдегеннен гөрі алдын алған жақсы деп. Өзінің салмағы норма болған инсанларға қандай мәслихат бересіз, соны ұстап тұруда, ямаса өзінің енді салмағы қосылып жатқанын қалай сезеді инсан? Қандай белгілері бар, сол уақытта не істеу керек ол инсан, өзін сақлап қалу үшін салмағын? Артықша салмақтылықтың өзінде сезуі, яғни күнделікті киетұғын киімлерінен білсе де болады. Яғни өзін салмақтан құтылу, сол салмақта ұслап қалу, яғни күнделікті ауқатлық режесін түзу, яғни қамырлы ауқатларды азайту, мазалы. Бәрібір тек арында дұрыс ауқатлану. Дұрыс ауқатлану мақсатке муафиқ, көбірек харекетлену, жаяу жүрулер. Кешкі уақытта жеңіл ауқатлар, салатлар, көбірек жеуді масағат еткен болар едім. Рана апа, көбірек аял қыздарымызды қызықтырған сұрау, фитнес-клубларға барып, тұрақлы түрде бара алмаймыз, бұны тән алуымыз керек. Жаз маусымы күн ұзақ болғаннан соң баруымыз мүмкін, лекін сол қыс маусымында, бахар маусымында және тоқтатуымызға тура келеді. Бірі барып, бірі бармай қалғанның қандай тәсірі болады организмге? Бұнда яғни фитнес-клубларға бару керек. Егер бара алмаған жағдайда үйде де сол физикалық шынығуларды істеу керек. Яғни бұнда бір істеп, бір істемей қалуы, бұлда семіздіктен құтқару емес, яғни және артықша салмақтылық қоса береді күннен күнге. Сол фитнес-клубларда әрқилы биологик актив дәрілік өнімлерін ішуі нәтижесінде әрқилы кеселіктерге алып келіп жатырды. Яғни сол уақытында артықша салмақтан құтылған менен кейін ала сол ішеклерде ішілердің өтуі кеселіктер келіп шығып жатырды. Өзіміздің практикамызда көрдік, салмақтылықтарды жоғалтқан, енді ол оннан бетер азып жатырды. Өзінің салмағына қайту үшін әрқилы және шпакерлерге көрініп жүрді. Қас қояман деп көз шығарып жатыр. Бірден азып кету жағдайларда түзетілуі мүмкін. Демек, әрқандай біз табиғи деп айтуына қарамастан қолданатын болсақ, мәслихатлескеніміз мақұл шпакерлеріміз. Рахмет, Рана апа, сізге миннетташылығымызды білдіреміз. Міне Хадимияқ, көрсетуімізге жатылған уақытымыз жұмақлану алдында. Жұмысларыңызда табыстар тілейміз. Рахмет. Шаршаман дейміз. Олай болса, біз көрсетуімізді жұмақлау алдындамыз. Біз көрсетуде тек қана екі басылаушы ямаса меймандарымыз көрінгенмен, бұның артында көп қызметкерлер тұрыпты, дұрыс емес пе? Дұрыс айтасыз. Сол орында бүгінгі көрсетуімізді сіздің назарыңызге ұсынуда, демек минет еткен дәрігерлік жамаатымызды таныстырып өтпекшіміз. Көрсету режиссерларымыз Гүлстан Бегманова, Султан Жүсіпбаев, сәс режиссерларымыз Кенжебай Қайратдинов, Гүлжамал Қайыповалар болды. Операторлар Дамир Бердімұратов һәм Рүстем Ерімбетовлар. Телеорай техникларымыздан Тілепбай Ханназаров, Шырақшы Надырбек Саимов һәм грим ұстасы Зухра Дүйсенова. Вәршесіне өз миннетдаршылығымызды білдіреміз һәм біз көрсетуімізге жұмақ жасаймыз. Бүгінгі күніңіз кеулі һәм мазмұнлы өтсін, қадырданлар. Келесі жұма және саламатлықта көріскенше, қош сау саламат болың.